Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше, өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогымыздың ерекшелігі жұмыртқа, сүт, айран қоспайсыздар. Өте дәмді болып шығады, тек қана судан дайындалады. Осылай биік, ортасы жып-жұмсақ болып шығады. Мен ыстықтай кестім. Осыны пирогты 3 бөлікке бөліп, торт жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Ең алдымен осындай шұңғылдау ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Және де үстіне қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менің каналымнан осылай оңай даярланатын, аз ғана заттар кететін, кешкі тағамдар, кешкі ас, түскі ас, және де таңғы астарды, сонымен қатар түрлі пирогтардың рецепттерін таба аласыздар. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай біркелкі араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Барлығын осылай грамммен жасасаңыздар, сіздерде де бір жасағаннан осылай шығады. Қопсытқышымызды қосамыз, және де осындай қоюлы масса шығады. Артық су ештеңе қоспаймыз. Осыны массамызды біркелкі болғанша ешқандай комок қалдырмай араластырамыз. Осылай қоймалжың масса шықты. Менде 28-дік диаметрлі формама массамды құйып алдым. Бетін тегістеймін, және де алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градусқа 45 минут пісіріп аламын. Осылай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Ас болсын!